Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай қатпарлы қамырдан өте оңай, тез дайындалатын тіске басарларды дайындайтын боламыз. Бізге керегі шұжық, ірімшік және қатпарлы қамыр. Алдымен осы қатпарлы қамырымызды жайып, оны екіге бөліп аламын. Енді бізге жұмыртқаның сарысы мен бір ас қасық сүт керек болады. Осы екеуін араластырып алдын ала дайындап аламыз. Осылай қатпарлы қамырымызды алып, оның үстіне ірімшігімізді қойып, бұл жерде менде сэндвичке арналған ірімшіктер, қалаған ірімшіктеріңізді алсаңыздар болады. Осылай ірімшігімізді қойып, оның үстіне шұжығымызды қойып, осыны жақсылап тартып ораймыз. Ашылып кетпес үшін осылай дайындап алған жұмыртқамызды шетіне жағып шығып, оны осындай трубочка ретінде орап шығамыз. Дайын болған трубочкаларымызды ыдысқа салып, оның бетіне жұмыртқаны жағамыз. Қалауыңызша кунжут сепсеңіздер болады. Бұл жерде менде ақ кунжут. Осыны сеуіп, енді 170 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің қатпарлы қамырдан жасалған трубочкаларымыз дайын болды. Бұндай трубочкаларды мектепке баратын балаларыңыз болса жасап берсеңіздер болады. Тіске басар ретінде өте керемет нұсқа. Оның арасы да осындай құп-құрғақ болып пісіп шығады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.